Namaskar dostlar. Bugün aldığımız hafta time is important than price, yani vaqtın бағадан маңызды екенін және екеуін бірге қарау керек екенін осы сабақта түсіндірдік. Келесі сабақ бізде тақырып десек болады. Айымды тақырыбын қозғаймыз. Айымды деген манипуляция, аккумуляция, манипуляция, дистрибьюшн. Аккумуляция, яғни рынок неленеді жаңағыдай. Белгілі бір уақыт бойы ликвидность жинайды. Потом сол ликвидностьтің бір жағында ликвидностьті, яғни топпен шығару үшін, минуспен шығару үшін, бай стоп болса, оларды активировать етіп кейін қарай тартып кету үшін осындай манипуляция жасайды. Яғни көпшілік адам осыған сеніп қалады. Яғни мына жаққа байға кетіп бара жатыр деп ойлайды. Нәтижесінде ол байға емес, манипуляция жасап, кейін қарай кетіп қалады. Дистрибьюция жасап, кері бағытта кетіп қалады. Енді дәл осындай идеальный болып тұрмайды. Уақыт өте келе сіздер ол нәрсенің әртүрлі формада көре бастайсыз. Структура болсын, айымды болсын, идеальный болып сызғанмен ол рынокта дәл осындай әдемі болып тұрмайды. Уақыт өте келе сіздер опыт жинап, насмотренность пайда болғаннан сіздерде осы айымдыны көре бастайсыздар. Енді мына жерде қарасаңыздар, вообще айымды деген бүкіл рыноктың, осы трейдингтің несі ғой, былайша айтқанда алгоритмі ғой. Сөзді айтқанда таймфреймға барыңыз, осы система жұмыс істейді. Бірінші аккумуляция болады, секундтық, минуттық, сол 5 минуттық, сол 15 минуттық, 1 сағат, бәрінің ішінде өзінің айымдысы бар. Немесе оны power of 3 дейді, жаңағыдай үштіктің күші, яғни аккумуляция, манипуляция, дистрибьюция. Осы үштіктің күшін power of 3 немесе айымды дейді. Сіздер әрбір, мысалы, көріп тұрсыз ғой, мына жерде рынок ашылды, допустим, свеча ашылды. Ол күндік свеча ма, апталық па, жылдық па, бәрінің бір системасы бір. Ол ашылады, боковикте болады, сосын манипуляция болады, сосын дистрибьюция болады. Немесе өткен свечаның соңғы несі уақытында аккумуляция болса, сразу манипуляциядан бастауы мүмкін. Сосын дистрибьюция, сөйтіп қайтадан аккумуляция болуы мүмкін. Бірақ осы үш этап неден болады? Мысалы, қараңыз, мына жерде не ашылды рынок, и жоғары қарай көтеріліп манипуляция жасады, төмен қарай түсіп кетті. Яғни оны біздің high of the day болсын, high of the candle ғой, былайша айтқанда. Ол day ма, неделялық, апталық свеча ма, айлық свеча ма, барлығында осылай ашылады. Сосын белгілі бір жақпен жұмыс жасайды, яғни ликвидностьпен. Сосын кейін қарай кетіп, өзінің несін жеткізіп, осы жолда, яғни дистрибьюция дейді. Дистрибьюция деген, мысалы, мына жақтан белгілі бір объем алғаннан кейін жеткізеді. Мысалы, дистрибьюторлар дейді, магазиндерге тарататындар. Олар бір складтан алады, бір объем алады да, сол магазиндерге жеткізеді. Соны дистрибьюторлар дейді. Сол сияқты рынокта да сол, ол просто так дистрибьюция жасамайды. Ол бірінші ликвидность жинау керек, ол просто так істемейді. А рыноктың 80% ол аккумуляция. Сосын мына екеуі 80%, 20% манипуляция, сосын дистрибьюция. Енді осы нәрсе каждый свечада қолданады. Әрбір свеча. Неден алып барамыз, бүкіл неде уақыт өте келе осы сабақтарды кішкентай тақырып бойынша беремін. Кейін барлығын жинақталған кезде сіз реально графикте көрсетемін. Өмірде қалай қолданады, қандай не ол манипуляция деген, аккумуляция деген. Сосын сол бойынша, SRT бойынша өздеріңіз іздеп кете аласыз. Осымен айымды санаған бітті.